7 сынып физика 3 тоқсанға арналған тжб. Өлең жолдарында қандай құбылыс суреттелген, оның физикалық мағынасы қандай? Аудан кішкентай болғандықтан болымсыз ғана күшпен зор қысым күш жұмсап аң аулауға болады. Осындай физикалық мағынасы айтылған бұл өлеңде. Келесі. Суретте массасы 300 грамм, кітаптың ұзындығы ені қыры берілген. Мұндағы G 10 ньютон бөлінген килограмм. Кітаптың аудан табыңыз. Бізде астында аудан деп отқанымыз ол бізде, яғни мынау 1 дециметрмен кітаптың ұзындығының көбейтісіне тең болады. Яғни ол бізде А мен В-ның көбейтіндісі болады. Яғни 0,1-ді көбейтем 0,2-ге. Ол менде 0,2 метр квадрат болады ауданы. Ал енді бысы кітаптың парта бетіне түсіретін күшін анықтаңыз. Бізде күшті қалай анықтаймыз? Ол бізде F тең болады mg, кітаптың ауырлық күшіне тең болады. Масса бізде 0,3, G деп отқанымыз 10-ға тең, 0,3-ті көбейтем 10-ға, ол менде 3 ньютон болады. Ал енді С, кітаптың парта бетіне түсіретін қысымы қандай? Бізде қысым деп отқанымыз ол күштің ауданға қатынасына тең шама. Біздегі күшіміз 3-ке тең, ал ауданымыз 0,2-ге тең. Енді осыны есептейміз. 150 паскаль болады екен. Келесі. Төменде берілген мысалдарға сипаттама беріңіз. Неліктен суы бар шар мен ауасы бар шарда паскаль заңы орындалмай тұр дейді. Міне мынада су бар шар, мынада ауасы бар шарда. Себебі ауырлық күшінің әсерінен болады. Неліктен тіс пастасы қойыланған сайын паскаль заңы орындалмай қалады? Паскаль заңы сұйықтар мен газдар үшін ғана. Неліктен ауаны автомобильдің шинасына әрбір айдаған сайын насосты қозғалту қиынға соғады? Себебі ол кезде газдың қысымы артады бізде. Келесі. Гидравликалық машина қысымы 400 килопаскаль, кіші поршенге 200 ньютон күшпен әсер етеді. Үлкен поршеннің ауданы 400 см квадрат. Үлкен поршеннің қысқан динамометрдің көрсетуі. Яғни бізде астында F2-ні табу керек. F2-ні қалай табамыз? Ол үшін біз қарапайым қысымның формуласы ол F2 бөлінген S2. Осыны пайдаланамыз. Осы жерден F2-ні табатын болса, ол қысымды көбейтеміз S2. Ауданға біздегі қысым 400 көбейту 10-ның 3 дәрежесі, ал ауданымыз 400 көбейту 10-ның минус 4 дәрежесі болды. 400-ді 400-ге көбейтетін болсақ, ол бізде 160 мың көбейтілген 10-ның минус 1 дәрежесі. Немесе біз бұны 16 мың ньютон деп жазсақ болады. Ал енді бысында кіші поршеннің ауданын анықтаңыз деген. Кіші поршені. Оны қалай анықтаймыз? Ол үшін біз жаңағыдай P тең F1 бөлінген S1 деп осы үшін қолданамыз. Осы жердегі S1 деп отқанымыз ол F1 бөлінген P болады. Біздегі F1 күшіміз 200, ал қысымымыз бізде 400 көбейту 10-ның 3 дәрежесі. Енді қараңыздар, 200-ді 400-ге бөлетін болсақ, ол бізде 0,5 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі, немесе мен бұны 5 көбейту 10-ның минус 4 дәрежесі метр квадрат деп жазуға болады. Келесі. Сұйықтың P қысымының H биікке тәуелділігінің графигі түзу сызық болып табылады дейді. 40 см тереңдіктегі қысымдан таныс. 40 см деп отқанымыз мынау бізде 4 дециметр. Значит, бізде 4 дециметрдегі қысым өздеріңіз көріп тұрсыздар 3920 паскаль. P тең болады 3920 паскаль болады. Бұл график қандай металл үшін орындалады? Енді бұл жерде бізде P тең болады ρGH. Ал енді бізде осы жерден роны табуымыз керек. P бөлінген GH, яғни қандай металл үшін орындалады табуым үшін сол металдың тығыздығын тапсақ жеткілікті. P деп отқанымыз ол бізде 3920, G 10-ға тең, H ол бізде 4 дециметр. 4 дециметр 40 сантиметр, ол деген 0,4 метр деген сөз. Енді осыны есептейік. 980 килограмм бөлінген метр куб. Осындай тығыздықтағы
металл үшін орындалады екен. Сонда кет келесі. Көлемі 7,5 дециметр кубке тең тастың массасы 18,7 килограмм. Осы тасты суда батырмай ұстап тұру жеткілікті күшті анықтаңыз. Бірде Архимед күшін біз былай табамыз. Ро дененің тығыздығынан ро судың тығыздығын азайтамыз. G V деп жазсақ жеткілікті. Бізде ро дененің тығыздығы ол әрине дененің массасын дененің көлеміне бөлгенге тең болады. Бізде дененің массасы 18,7, оны бөлемін 7,5 көбейту 10-3-ке. Енді есептеймін. 2,49 көбейту 10-3 дәрежесі болады. Ал енді осыны апарып орнына қойсақ жеткілікті. F Архимед күші. Ро дене 2,49 көбейтілген 10-3 дәрежесі азайтам. Ро сұйық ол бізде 1000-ға тең болады. G деп отқанымыз 10-ға тең, ал N де V деп отқанымыз 7,5 көбейту 10-3 дәрежесі болады. Енді осыны есептейтін болсам, ол менде 111,75 ньютон болады екен. Кет келесі. Таразы иінтісінің ұштарына қорғасын шариктері байланған. Егер шариктің біреуін суға, ал екіншісін майға батырылған болса, онда таразы тепе-теңдікте болады. Денелердің жүзу шарттарына сипаттама беріңіз. Қорғасын шариктің салмағынан аз болса, су май бетіне қалқып шығады. Қорғасын шариктің салмағынан үлкен болса, су май бетіне түсіп кетеді. Қорғасын шариктің тығыздығы майдың немесе судың тығыздығымен тең болса, судың ортасында қалқып жүреді. Кет келесі. Шығырдың көмегімен жүк 0,8 минут ішінде 10 метр биіктікке көтерілген. Мұнда 120 килоджоуль жұмыс істеген. Жүктің қуатын анықтаңыз. Бізде қуаттың формасы жұмыстың уақытқа қатынасы просто. Біздегі жұмысымыз 120,000 бөлемін 48-ге. Енді осыны есептеймін. 2500 ватт болады екен. Кет келесі. Әр минут сайын насос 10 литр суды 2,1 метр биіктікке шығарады. Бұл жұмысты жасау үшін насостың двигателі қандай қуат жұмсайды? Жүктің жұмысын табыңыз деген. Ең бірінші бізге. Жалпы астында бізде жұмысты тап деген. Жұмыс бізде MGH формуласы бойынша анықталады. Бұл жердегі бізде судың массасы. Судың массасын біз судың тығыздығын оның көлеміне көбейтсек жеткілікті. Тығыздық бізде судығы 10-3 дәрежесі, ал көлемі 10 көбейту 10-3 дәрежесі. Енді мына жерде 10-3 пен 10-3 дәрежесі қысқарады. Сонда масса бізде 10 килограмм болады. 10-ды көбейтемін 10-ға, ал H деп отқанымыз ол 2,1 болады. 2,1-ді 10-ға көбейтсек 21, 21-ді 10-ға көбейтсек 210 джоуль болады. Ал енді келесі V бізде жүктің қуатын табыңыз деген. Қуат ол бізде жұмыстың уақытқа қатынасымен анықталады. Біздегі жұмысымыз 210-ды бөлемін мен уақыт 60-қа. Енді осыны есептеймін. 3,5 ватт болады екен. Осымен менің БЖБ талдауым аяқталды. Егер БЖБ талдау ұнаса, каналға тіркел, лайк басып, все қоңырау басып қой. Осы БЖБ талдауды достарыңа тарат.